Сонымен, құрметті мұғалімдер, күнделік жүйесінен оқушыларды қалай кіргізуге, одан кейін шығаруға, жалпы топтарды қалай жұмыс істеуге болады бойынша бейнеролик жасалып жатыр. Әр сынып жетекші ең бірінші образованиеға кіреді, мен орысша көрсетіп отырмын. Одан кейін әр сынып жетекшіге бекітілген мои классқа басасыздар. Міне осы жерде сіздердің сыныптарыңыз тұрады, яғни сынып жетекшілік. Бірінші К сыныбын таңдайсыздар. Одан кейін сіздерде оң жағыңызда инструмент суреті бар, соған басасыздар. Яғни оқушыларды кіргізу, шығару, топтарға бөлу үшін сіздер ең бірінші осымен жұмыс істейсіздер. Одан кейін міне сіздердің сыныптарыңыз, яғни оқушы бойынша, сынып бойынша ақпарат аласыздар. Одан кейін оқушылар тізімі сіздер титул бойынша міндетті түрде тексеріп шығуларыңыз керек. Ол үшін ученики бөліміне өтесіздер. Осы жерде 21 бала бар. Яғни бірінші сіздер өз список бойынша, титул бойынша тексеріп шығуларыңыз керек. Артық оқушылар, кеткен оқушылар болса, оны қазір көрсетемін, қалай шығару керек екен. Мысалы, Азамат қыз Асу, ол бізде мысалы июль айында кеткен болса, біз оны қалай шығарамыз? Қарындашының суретіне басамыз, міне. Жаңадан терезе пайда болды, міне. Одан кейін бұл оқушыны біз шығаруымыз керек мектептен. Обзорды бастық, исключить из школы, яғни мектеп кету деген мағынаны білдіреді. Действительный. Одан кейін дата. Егер ол бізде жаңағы оқушы июль айында кетсе, августта емес, біз бірінші үстінде дата окончания членства міндетті түрде 2 август немесе 1 августпен тағайындауымыз керек. Басқа оқу орындарына тағайындалса кетсе, басқа күндізгі жалпы бірінші таңдаймыз. Нөмір приказы кітапша бойынша міндетті түрде жазуымыз керек. Одан кейін мына жерде уже кітапшада жазылған приказ, яғни мысалы ол бізде июльдің 20-сы кетсін. Міндетті түрде осылай жазуымыз керек. Одан кейін сіздер тағайындайсыздар приказ о выбытии из ООО. Осының барлығын жасап болғаннан кейін сіздер далее кнопкасын басып, яғни бұл неге қате шықты? Өйткені сынып, яғни осы бірінші сынып 31 августпен жасалды. Мен оны 20 июльмен шығарып жатырмын. Сол үшін ол бізде қате көрсетіп тұр. Ал басқа бірден кейін бірінші сынып емес басқа сыныптарда бұнда қате шықпайды. Далее кнопкасын басып, арғатай сіздерде жаңағы подтверждение сұрайды. Сіздер рұқсат бересі бұл оқушыны күнделік жүйесінен шығару. Енді сыныптан сыныпқа қалай ауыстыруға болады? Ол келесі орындалады. Қайтадан міне сыныпқа кірдік. Мысалы, Арлан деген оқушы басқа сыныпқа көшті. Бірінші К-дан бірінші А-ға ауысты. Қайтадан қарындашқа басамыз. Не тұр? Личные данные, обзор кнопкасын таңдаймыз. Перевести в другой класс, яғни сыныптан сыныпқа ауыстыру деген мағынаны білдіреді. Выберите класс, яғни бірінші А-ға сыныпқа ауысты оқушы. Действительный. Одан кейін сіздер тағайында приказ бойынша қай күні кеткен екен. Мысалы 9 август болса, 9 август таңдайсыздар. Одан кейін сіздер барлық менюнің ішінде приказ о переводе в рамках параллели. Одан кейін мына жерде сіздер приказын нөмір жазасыздар. Сыныптан сыныпқа ауысу бойынша приказын нөмір. Далее кнопкасын басып, ол сізде подтверждение жасайды. Одан кейін сіздер подтверждение жасайсыздар. Яғни осы кнопка басқаннан кейін оқушы бірінші К-дан бірінші А-ға ауысады. Қайтадан. Енді осы сыныпта, яғни барлығын шығарып алдыңыздар. Енді жаңадан келген оқушыларды қалай қосамыз? Яғни біз, қазір қарап алайын, жасалып жатыр. Біз добавить в класс командасын басамыз. Новая персона, далее кнопкасын басамыз. Одан кейін мектеп сыныпқа қашан келді? Міндетті түрде, егер де мысалы жаз кезінде болса, бірінші үстін сіздер августтың 2-сімен тағайындайсыздар. Дата прибытия в класс, мысалы, егер де ол оқушы июньнің, мысалы, 25 келсе, ең үстінгі дата ол бізде жаңағы августпен тағайындалу керек. Егер де ол сізде июль, август жазылса, база сіздерді өткізбейді. Номер приказа, мысалы, 1000. Тип приказа.
приказ о зачислении о таңдайсыздар, одан кейін фамилиясын жазасыздар, мысалы фамилия, мына жерде имясы, мына жерде отчествосы. Дата рождения, туу туралы куәлік бойынша міндетті түрде жазылу керек. Ол қыз, және жынысы бойынша тағайындайсыздар, және ұлты бойынша. Осы барлық енгізіп болғаннан кейін оқушының мысалы иіні міндетті түрде жазылу керек. 12 саннан тұрады. Осының барлық енгізгеннен кейін далее кнопкасын басып подтверждение жасайсыздар. Мен подтверждение жасамаймын, өйткені бұл бала ондай оқушы жоқ біздің мектепте. Осының барлығын жасап болғаннан кейін сіздерде мысалы 21 оқушы титул бойынша барлығы дұрыс болса, және де осы сыныпта сізде жаңағы инклюзив бір бала бар болса, ол басқаша расписание енгізіледі. Яғни 24 баланың, мысалы топ 24 бала бар, 24 баланың бір баласы инклюзив үйден оқыту болса, оларға бөлек топ құрастырылады. Ол қалай орындалады? Учебные группы. Міне, бұл жерде ешқандай группа жоқ. Создать группы вручную, өйткені сіз өзіңіз қазір қарастырасыз, жасайсыз. Мысалы, жаңағы барлық оқушылар бізде сыныпта оқиды, ал бір ғана оқушы, мысалы, мына оқушы, мысалы, Иман Жусуп, мысалы айтсақ, ол жаңағы ол үйде оқитын бала болса, оны сіздер топқа қоспайсыңдар. Барлық оқушыны бір топ болады да, үйде оқитын бала бір бөлек топ болады. Кратко описание. Барлық сынып, немесе барлық сынып. Немесе басқа бір атпен тағайындап қойыңыздар. Создать группу басасыздар. Одан кейін мына жерде міне қалып тағайындалмаған оқушылар. Оны таңдап, ол жерде мысалы үйден оқыту деп жазсаңыздар да болады. Үйден оқыту. Одан кейін создать группасын басасыз. Одан кейін завершить работу. Міне, қараңыздар. Сіздің сыныбыңыз жалпы сыныпта бір бала үйден оқыту болса, міндетті түрде оны бөліп отыру керек топта, және барлық сыныпта деген сөз үйден оқытатын баласыз осы жерде болу керек. Енді тағы да топтар бар бізде. Ағылшын, информатика, орыс тілі. Оларға бөлек группа жасалу керек. Создать группа. Одан кейін, егер де жаңа сіздер сыныптарыңыз екіге алфавит бойынша бөлгілеріңіз келсе, таңдайсыздар. На 2 части по алфавиту таңдайсыздар. Далее кнопкасын басып, мысалы, мына жерде бірінші топ, мына жерде екінші топ. Дәл солай астына аттарын тағайындап қоямыз. Содан кейін завершить, создать группу басамыз. Міне тұр. Бірінші топ, екінші топ, мына жерде инклюзив оқымайтын бала сіз, және мынау осы жерде үйде оқытатын баласы. Осында сіздерден ақпарат керек, құрметті сынып жетекшілер. Назарларыңызға рахмет. Да,